Қазіргі жағдайда отбасыңызға жақсылық жасағыңыз келсе, үйде болыңыз. Оңай емес екені белгілі, бірақ оқшаулану тәртібі барлығы үшін бірдей. Отбасын сақтау ер адамның парызы. Отбасын қорғау дегеніміз балаларға ұрысу емес, оларға көңіл бөліп, күш-қуаттарын жұмсауларына ерік беріп, жаңа оқу тәртібін меңгеруді үйрету. Отбасын қорғау дегеніміз үй шаруасын өзара бөлісіп, балалар мен қарттарға бірігіп қамқор болу. Отбасын қорғау дегеніміз үйдегі ұрыс керісті, дау жанжалды өз күшіңізбен тоқтату керектігін түсіну. Бұл өз-өзіңізді түзейтін кез. Отбасындағы зорлық-зомбылыққа жол бермеңіз. Отбасын қорғау дегеніміз үйде болып, денсаулыққа көңіл бөліп, сабыр сақтау. Отбасымен бірге бол.